Қайырлы күн, бүгін біз мраморный кекс пісіреміз. Өте тез жасалады және дәмді болады. Бірінші 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Секер саламыз, секермен әбден ерігенше араластырамыз. Одан ертілген сары майымызды құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Мен ұн, ванилин, разрыхлитель үшеуін қосып қойдым. Сосын барлығын бірге жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып, тестаны 2 бөлікке бөлеміз. 2 бөлікке бөліп, бір бөлігіне какаоны қосып, онымен жақсылап араластырамыз. Какаодан біраз қасық қосамыз, және кукурузный крахмалдан да біраз қасық қосамыз. Екінші бөлігіне кукурузный крахмал қосып, оны бөлік араластырып аламыз. Екеуінің тестасы, консистенциясы бірдей болу керек, сұйық болып кетпеу керек. Барлығын описанияға жазып қойдым. Менің формам 18 или 20 метр диаметр болады. Жаңағы сіздерде сондай диаметрге жасасаңыздар болады. Мен мысалы біреуіне бір қасық ақ тестадан, бір қасық қоңыр тестадан, шоколадный тестадан құйып, солай жасадым. Мраморный болып шығады. Піскенде қазір көресіздер, күшті, жұмсақ ауызда ерейтіндей және тез піседі. Әркімнің пеші әртүрлі. Менде мысалы 20 минутта пісіп шықты. Дайындалуында да тез, көп уақытты алмайды. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер.